Саламатсыз ба оқушылар? Бүгін біз Закирова оқулығы бойынша 6-шы жаттығуды қарастырамыз. 8-ші сынып. 6-шы жаттығу бірінші есебінен өтетін болсақ, массасы 15 кг тас көмір толық жанғанда қанша жылу мөлшерін бөліп шығарады дейді. Берілген құрамыз, яғни массасы 15 кг және тас көмірдің меншікті жану жылуын аламыз кестеден. Ол 30 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесіне тең, және формула бойынша Q тең Q көбейтілген М. Осы формулаға қойып шығарамыз, көбейтіп, бұнда бізде жауабы 450 мегаджоуль шығады. Келесі екінші есеп, көлемі 5 литр бак бензинмен толтырылған 230 мегаджоуль энергия алу үшін бензиннің осы мөлшері жеткілікті бола ма дейді. Екінші есептің берілгенін құрып аламыз. Көлемі 5 литр, яғни оны халықаралық бірліктерге келтіреміз. Және меншік жану жылуы, бензиннің меншік жану жылуы 46 көбейтілген 6 дәрежесі, және Q 230 мегаджоуль. Тығыздығы бензиннің 710 кг метр бөлінген куб. Формула табамыз біз Q-ды, яғни қанша бензиннің осы мөлшері жеткілікті бола ма дейді, энергия алу үшін. Яғни осыны тексереміз. Бізде формула бойынша Q тең үлкен Q көбейтілген кіші Q көбейтілген М. Біз бұндан масса тауып аламыз, яғни біз массаны тауып аламыз. Өйткені бізде берілгенде масса жоқ. Тығыздықпен көлемін көбейтіп, массаны тауып аламыз. Масса бізде 3,55 кг, және мына формулаға қоямыз. Бұндан бізде жауабы, яғни 46 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін көбейтеміз 3,55 кг массаға. Бұдан шығатын жауап 163,3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Оны мегаджоулға айналдырамыз. Оны 163,3 мегаджоуль деп. Келесі үшінші есеп, пеште көлемі 10 дециметр куб аққайың және 5 кг шымтезек толығымен жанып кетті. Пештен қанша жылу мөлшері бөлініп шықты? Аққайыңның тығыздығы 600 кг бөлінген метр куб дейді. Үшінші есептің берілгенін жазамыз. Берілген бізде көлемі 10 дециметр куб, метр куб. Оны біз метр кубқа айналдырамыз. Массасы 5 кг және аққайыңның тығыздығы, және аққайыңның меншік жану жылуы, және шымтезектің меншік жану жылуын жазамыз. Енді бізде табу керек үлкен Q-ді. Яғни олар біз бірінші жеке тауып аламыз және қосамыз. Формулалар мынадай түрде болады. Яғни аққайың бойынша жазамыз Q көбейтілген М, және шымтезек бойынша Q көбейтілген М. Және массаны, аққайыңның массасын табу үшін ρ көбейтілген В формуласымен шығарамыз. Яғни енді бірінші массасын тауып алайық аққайыңның. Бізде 600 кг метр кубты 0,1 метр кубқа көбейтіп 6 кг массасын алып аламыз аққайыңның. Және аққайыңның жылу мөлшерін табу үшін мына формула орнына қоямыз. Бұнда жауабы 78 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоуль болады, немесе 78 мегаджоуль деп жазсақ болады. Келесі Q шымтезек бойынша, яғни 14 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі көбейтілген 5 кг. Мына формулаға қойып. Бұнда 70 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоуль болады. Енді екеуінің, яғни аққайың мен шымтезектің несін қосамыз. Шыққан жалпы Q-ді табу үшін, яғни 78 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоуль бізде аққайыңдікі, және 70 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде 6 дәрежесі джоуль шымтезектікі. Бізде барлығы жауабы 148 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоуль болады. Оны біз 148 мегаджоуль деп жазамыз. Енді осы 6-шы жаттығудың үй жұмысының берілгені бізде 2,2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі жылу мөлшерін алу үшін қанша мөлшердегі табиғи газды жағу керек дейді. Берілгені бізде Q тең 2,2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесінде джоуль, және кішкентай Q табиғи газдың бізде меншік жану жылуы 44 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм. Бұнда табу керек бізде масса,
яғни қанша жағу керек. Формуласы Q тең Q көбейтілген N, бұдан массаны табамыз, яғни Q бөлінген Q бөлінген кішкентай Q, яғни меншік жану жылуы. Массаны табу үшін енді осы формулаға қоямыз. 2/2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесін 44 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесіне бөлеміз. Мұнда бізде 0,105 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі қалады, яғни мыналар қысқарады. Енді бұны біз оның 4 дәрежесіне көбейтсек, 500 килограмм айналатсақ, 500 килограмм болады. Жауабы массамыз 500 килограмм болады. Жұмысы. Келесі екінші есеп. Көлемі 3 литр бензин жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін алу үшін қанша тас көмір жағу керек? Көлемі 3 литр бензин жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін алу үшін қанша тас көмір жағу керек? Яғни берілгені бізде 3 литр көлемі және бензиннің меншік жану жылуы және тығыздығы бензиннің және Q тас көмірдікі 30 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоуль. Бұнда табу керек бізде массасы. Бензин бойынша масса табамыз бірінші. Бензиннің несі бойынша массасын 710-ды көбейтеміз 3 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіне метр кубқа. Яғни бізде масса 2,113 килограмм шығады. Енді Q бензиннің несі Q табамыз. Q көбейтілген M формуласымен және 46 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін 2,113 килограммға көбейтеміз. 97,198 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоуль шығады. Енді бізге массаны табу керек. Яғни Q бөлінген Q. Жылу мөлшері бөлінген меншік жану жылуы. 97,198 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоульді 30 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде джоуль бөлінген килограммға бөлеміз. Яғни бізде шығады жауабы 3,266 килограмм. Жауабымыз осы екен. Яғни олар видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, қолдау білдіріп кетіңіздер.